жолдарын алғаш диета ұстағанда асқабақты буға пісіріп, табаға пісіріп, оладьи жасап, мантыға қосып бәрін жасауға болады. Менен көп мамалар асқабақты қалай пісіресіз деп сұрайды. Мен соның жолдарын көрсетейін деген. Қантты сеуіп, асқабаққа кішкене корица да сеуге болады. Осылай апарып 200 градуста духовкаға саламыз. Одан кейін мен қазір духовкаға салғанды көрсетем. Одан кейін мультиваркада алманы, яғни алғаш ет ұстағанда 6 айға дейін бізге алма көкөніс жеуге болмайды. Тек қана піскен түрде алманы жуып алдық. Жуып алып пісіреміз. Бұны блендерден өткізсеңіздер, агуша болып шығады. Таза агуша. Бала 6 ай алғашқы диетасында асқазаны бұл көкөністі көтере алмағаннан кейін біз піскен түрде береміз. Яғни мультиваркаға саласыз да, не болмаса мантываркаға салып, булап, пісіріп, блендерден өткізіп бересіздер. Енді мультиваркам бар, қалай қолдануды білмеймін деп жатқандарға на пару старт болды 35 минутта, бұл дайын. Енді бұны духовкаға саламыз. Не мамалы? Мынаны қазір духовкаға саламыз. 180 градусқа қойдым, 120 минут пісіп шығады, Алла қаласа. Не мамалар асқабақтарын ұшы қызар. Не мамалар асқабақ аулүйдің бірдікі пісті. Осыны балаға суытып бере берсеңіз болады.